Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Barchaga salom dostlar, sizlerмен tagı sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Головкин Қазақстан құрамасының бас бапкеріне жауап берді. Қазақстандық белгілі боксшы Геннадий Головкин футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері Магомед Адиевке үн қатты деп хабарлайды. Мұның алдында Адиев Головкинмен кездесуі туралы әлеуметтік желіде жазған еді. 10 қыркүйекте Қазақстан құрамасы Euro 24 іріктеу матчында Солтүстік Ирландияны өз алаңында 1-0 есебімен ұтқан болатын. Головкин осы ойында тамашалауға келген еді. Және жеңістер тілеймін деп жазыпты Головкин Instagram сторисінде. Адиевпен бірге түскен суретті жариялап. Әлемханұлы экс-чемпионның ақмақтығын бетіне басты. Орта салмақта WBO чемпионы Жәнібек Әлемханұлы британиялық Крис Юбенктің айтқанын қатысты жауап берді деп хабарлайды. Мұның алдында Юбенк Әлемханұлының орта салмақта IBF титулы ие Винчесо Гуалтаримен жекпе-жегіне қатысты пікір білдіріп, позын олардан артық екенін айтқан. Головкинді жекпе-жекке шақырған экс-чемпион Әлемханұлымен айқасқысы келмейді. 2 қыркүйекте Лиам Спитпен қарымта жекпе-жектен кейін Юбенк Головкинді айқасқа шақырып, Геннадий Головкинмен айқасқым келеді. Қазір қайда екенін білмеймін, бірақ Геннадий қайда болса да бұл титулдар сені қолымда көп тұрып қалды. Мен оларды бірін алып сені жеңгім келеді деген болатын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.